Дүния тарихындағы ең ұлы империялар тоқнас келген мәуріт. Рим күшеймекте. Мысыр болса ғаресізлігін сақлап қалу үшін соңғы күреске кірген. Бұл тарих сахнасының орайында болса, гозаллығы артында ақыл һәм стратегия жасырынған хаял тұрар еді. Клеопатра. Бұл ат көпшілікке таныс болса керек. Бұл хаялдың атын естігеніңізде гозаллық һәм мұхаббат есіңізге келуі мүмкін. Бірақ ол хақиқи сияси стратегиялар маликасы еді. Бүгін біз тарихтан белгілі болған Клеопатра хақында сөйлесеміз. Яғни ол кім болған, оның тарихтағы тұтқан орны қандай, барлығына жауап іздейміз. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Егерде сіз тайын болсаңыз, басладық. Клеопатра әйемгі Мысыр тарихындағы ең атақлы хаял хүкімдарлардан бірі есапланады. Ол өз атынан династиясындағы 8-ші малика еді. Бірақ ол хақындағы ең қызықлы фактілерден бірі ол тикарынан мысырлық болмағанлығында. Ол Птоломейлер династиясынан, яғни македониялық греклер ауладынан болған. Птоломейлер династиясы эрамыздан алдыңғы 323 жылда Александр Македонский өлімінен кейін Мысырда хүкімранлық еткен. Александрдың генералларынан бірі болған Птоломей бір Сотер өзін Мысыр фирауны деп жариялаған һәм Александрияны пайтақты еткен. Бұл династия 300 жылдан артық давам еткен болып, Клеопатра 7-ші Птоломейлер династиясының соңғы хүкімдары болған. Алдыңғы Птоломейлер көбінесе грек тілінде сөйлескен һәм өздерін мысырлықлардан ажыратқан болса да, Клеопатра бірінші болып мысырлық халықпенен өз ана тілінде, яғни әйемгі Мысыр тілінде сөйлескен Птоломейлер хүкімдары болып табылады. Клеопатраның хакимиятқа келуі де аңсат болмаған, яғни ол әкесі Птоломей 12-ші Аулетес қайтыс болғаннан кейін үкесі Птоломей 13-ші менен тақты бөлген. Бірақ шаңыраққа тиісі интрига һәм сияси тоқнасулар нәтижесінде олар арасында ішкі күрес басланған. Әне сол күрес Клеопатраны Рим империясы менен байланыстырған хадиселер тәрепке жетеклейді. Эрамызға шекемгі 48-ші жыл Мысырда тақт үшін күрес хәуж алып атырған еді. Міне сондай уақытта римлік Юлий Цезар Александрияға келеді. Цезардың Мысырға келуінің тікелей себебі Римде давам етіп атырған бұқаралар ұрысы еді. Бұл ұрыста Цезар өзінің бұрынғы ауқамшысы, келесіде дұшпанына айланған Помпей Магнус пенен тоқнас келген. Помпей алдын Рим республикасының ең күшлі әскер басыларынан бірі еді. Һәм Цезар менен бірге бірінші триумвират ағзасы болған. Триумвират бұл 3 адамнан ібарат сияси ауқам болып, олар біргелікте хакимиятты бөлісіп жүргізеді. Бұл сөз латын тілінен алынған болып, три, 3, вир, ер адам деген мәністі аңлатады, яғни 3 ер адам ауқамы. Бірақ сияси тартыстар оларды кері тарепке алып келген. Рим сенаты Помпейді қоллап қуатлаған. Цезар болса халық арасында атақлы болып әскерлерге басшылық еткен. Бұқаралар ұрысы Грецияда давам етеді һәм Фарсолос ұрысында Цезар Помпейді жеңеді. Жеңіліске ұшыраған Помпей жанын сақлап қалу үшін Мысырға қашуға қарар етеді. Бұл жерде ол алдын сияси ауқам дүзген, жәрдем берген еді. Сол себеплі ол Мысырда баспана табуға үміт етеді. Бірақ та бұл үміт ақланбайды. Мысырда хакимият жоғарысында тұрған Клеопатраның жас үкесі Птоломей 13-ші Помпейді сияси қауіп деп есаплайды. Хәмде ол Цезардың мейіріміне, құрметіне ерсу мақсатында Помпейді өлтіреді және оның кесілген басын Цезарға сыйлық ретінде ұсыныс етеді. Бұл Цезарға жақпайды. Себебі ол Помпейді Рим бұқарасы һәм бұрынғы досы ретінде құрмет ететұғын еді. Помпейдің жыртқышларша өлтірілгенінен кейін Цезар Мысырдағы мәселелерге араласуына себеп болады. Эрамыздан алдыңғы 48-ші жылда Мысырда сияси тәртіпсізлік хүкім сүрер, Клеопатра үкесі Птоломей 13-ші менен тақт үшін күрес алып барар еді.
Сол уақытта Римнен келген Юлий Цезар Александриядағы құрамалы жағдайға дұс келеді. Ол Птоломей тарапында бола ма, ямаса Клеопатра тарапында ме, ол еле белгісіз еді. Клеопатра бұл жағдайда дәстүри саяси әрекетлерден уаз кешіп, мәртлік һәм өзгеше жолды таңлайды. Ол кеште жасырын тәрізде үлкен гілем ішіне оралған халда Цезар тұрған сарайға алып кіріледі. Гілемді Клеопатраның садық қызметшісі Аполло Дорус көтеріп алып кіреді. Цезар гілем ашылуын бұйырғанда ішінен Клеопатра шығады. Дәбдебелі либаста, жүзінде күлкі, көздерінде ақыл һәм мәртлік жарқырайды. Бұл жағдай тек қана Цезарды, бәлкі ол менен бірге болған римліклер һәм кейінгі тарихшыларды да таңландырады. Бірақ та Клеопатра тек қана сыртқы көрінісіменен емес, бәлкі сөйлеген сөзі, өзін ұслауы һәм ақыл зеректілігіменен де Цезарда күшлі тәсір қалдырады. Ол өзін жәбірленген, бірақ патшаларша ар намысынан кешпеген маликадай тұтатқан еді. Цезар оны тыңлайды һәм оған қорғау ұсынысын береді. Плутарх бұл көріністі үлкен тәсірменен жазып қалдырған, һәм ол тарихтағы ең атақлы саяси кірісулерден бірі болып қалған. Клеопатраның бұл әрекеті Цезардың көзінде оны апайы фараон мирасқорларынан саналы һәм стратегиялық саясатшыға айландырады. Сол уақыттан бастап Цезар оған қатты ітібар бере бастайды. Олар арасындағы байланыс тек қана саяси емес, бәлкі жеке тараптан де түс алады. Цезарда терең тәсірлер оянғаннан кейін Клеопатраны қолдап қуатлауға қарар етеді. Клеопатра Цезардың жәрдемінде Птоломей 13-ге қарсы күресті давам еттіреді. Сонан кейін Мысырда бұқаралар ұрысы басыланады. Цезар өзінің Рим легионлары менен Александрияда жайласады. Бірақ ол Римнен ұзақта болмағаны үшін күшлер жеткілікті емес еді. Птоломей 13-ші армиясы һәм тараптарлары Александрияны қамал етеді. Қала ішінде күшлі сауашылар болып өтеді. Тарихи аңызларға қарағанда сауашылар уақытында Александрия кітапханасының бір бөлегі жанып кеткен. Цезар Римнен жәрдем әскерлерін шақырады. Оған жәрдемге Кіші Азиядан Митридат бірінші басшылығындағы күшлер келеді. Ақырғы Рим һәм Клеопатраны қолдап қуатлаған күшлер Александрия қамалын жарып кіреді. Ұрыс Птоломей 13-ші үшін аяншылы жұмақланады. Ол Нил дариясына қашуға харекет етіп, шөгіп өледі. Оның өлігі кейінірек дариядан табылады. Цезар ұрыста жеңіске еріседі һәм Клеопатраны Мысыр маликасы ретінде тән алады. Ресми мағлұматтарға қарағанда Клеопатра өкесі Птоломей 14-ші менен бірге hukmronlik етуі керек еді. Бірақ әмелде үкімет толық түрде оның қолына өтеді. Сонан кейін Цезар Мысырда қысқа уақыт қалады. Сол уақыт ішінде Клеопатра оннан хамледар болады. Кейінірек болса Цезарион атлы баласын дүнияға келтіреді. Цезарион Цезардың қанынан болған бірден бір нызамлы емес, бірақ биологиялық перзент ретінде тарихта белгіленген. Кейінірек Клеопатра Римге Цезардың қасына барады. Римліктер арасында бұл үлкен гәп сөз болады. Цезардың хаялы Калпурния елі тірі болуына қарамастан Клеопатра Римде жасайды. Оларға вилла беріледі. Олардың Рим көшелерінде бірге жүруі, салтанатлы дәстүрлерде қатынасуы аристократлар һәм сенаторлар арасында ғазеп оятады. Әсіресе Клеопатраның Цезарды Рим императоры ретінде жариялау жобасы бар екендігі хақындағы гәп сөздер Римде саяси мәселелерге алып келеді. Бұл орталық ақыр-ақыбет Цезардың тұрмысына да қауіп салады. Эрамыздан алдыңғы 44-ші жыл 15 март күні Цезар сенатта қастандыққа ұшырайды. Оның өлімі Клеопатраны Римнен қайтуға мәжбүр етеді. Цезардың өлімі Клеопатраны ауыр саяси жағдайға салып қояды. Бірақ бұл уақия басқа бір тарихи бап, яғни Марк Антоний менен болған ауқамға есік ашады. Цезардың өлімінен кейін Римде саяси босылық пайда болады. Римліктер арасында үкімет үшін тағы күрес хәуж алады. Бұл сапар Цезардың бұрынғы әскер басшысы батыр һәм атақлы Марк Антоний сахнаға шығады. Клеопатра үшін бұл жаңа саяси толқынның қандай шешуін бақылау зарурлы еді. Ол өз баласы Цезарионды Цезардың нызамлы мирасқоры ретінде тән алуына үміт еткен еді. Бірақ Рим аристократиясы Цезардың мирасқоры ретінде оның сақлап алынған баласы Октавиан Августты таңлайды.
Эрамызға шекемгі 41 жылда Римде үкімет үшін күрес хәуж алып атырған еді. Юлий Цезардың өлімінен кейін бос қалған саяси майданды үш күш иелеген еді. Олар Октавиан, Цезардың сақлап алынған мирасқоры, Марк Антоний, садық әскер басшы һәм Лепидус еді. Ол психикалық тарептен хәлсіз шахс. Бұл үшлік триумвират деп аталатығын еді. Арқа провинциялар үстінен қадағалау Марк Антонийдің қолына өткен еді. Бұл аймақларда тынышлықты қайта тікілеу, салық жинау һәм ауқамшылар менен келісім алып бару зәрур еді. Мысыр ең бай һәм стратегиялық тарептен зәрурлі мемлекет болып, Клеопатра елі де фараонлар тақтында еді. Антоний Мысырдың позициясын анықтау үшін Клеопатраны өз алдына шақырады. Ол бұл шақыруды апайы дипломатиялық тапсырма деп білген болуы мүмкін еді. Клеопатра басқаша харекет етеді. Ол Римге құр саяси байланыспенен емес, бүткіл антик дүнияда тілге алынатығын сахналық кіріп келу менен жауап қайтарады. Тарсус қаласына жетіп келгенінде ол апайы ескекілік кемеде емес, бәлкі әпсаналы образда, тап Афродида мұхаббат һәм өзіне тартатығын хаял құдайы ретінде көрінетұғын болады. Клеопатра алтын менен безетілген кемеде жүзіп кіреді. Кемеде күміс ескеклер жүзіп атыр. Әр бір харекетте музыканың ритмі сәулеленеді. Қаптал тәреплерден арфа һәм най шертіп атырған қызметші хаяллар жеңіл бөлеклерден істенген киімлерде қосып айтады. Әтрап хауасы болса әтір иісі менен толған. Кемені жіпек перделер менен оралған шатыр қоршап тұрған. Ол перденің ішінде дәбдебелі киім киген Клеопатра өзін афсаналы күш ретінде көрсетіп атыр. Тарсус халқы дария жағасында топланған еді. Олар бұған тек қана гуа болып қоймай, бәлкі көргеніне сенбейде тұрып қалады. Бұл кіріп келу тек қана саяси делегация емес, тикарнан театр еді. Бұл көркем өнер һәм сиқыр еді. Марк Антоний болса Рим империясының күшлі генералы. Жүздеген сауашларда қатынасқан күшлі әскер басшы. Бұл көріністі көріп таңланудан қатып қалады. Римлік шеріклері оған бұл хаял хақында ескерткен еді. Ол тек қана көзаллық емес, ақыл, стратегиядан ібарат деген. Бірақ бұл ескертулер енді пайдасыз. Антоний Клеопатраға ашық болады. Бірінші ұшырасудан ақ ол Клеопатра менен Мысырға барады. Олардың ұшырасуы қысқа саяси сәубетпенен шекленбейді. Олар арасында саяси һәм жеке мөнәсәбәтләр қалыптасады. Мысыр Антонийға байлық, кемелер, жүріслер үшін ресурслар береді. Антоний болса оған Римдегі қарсыласларына қарсы саяси таянышқа айланады. Бұл ауқамның дәстепкі көрінісі Клеопатра кіріп келген әне сол сахна тарихта ұмытылмас болып қалады. Ол саяси шартнама, ямаса әскери шартнаманың текстіменен емес, өзіне тартатығыны, айрықшалығы һәм көркем өнер менен тарихты өзгерткен еді. Эрамыздан алдыңғы 34 жылда Антоний һәм Клеопатра Александрия сыйлықлары деп аталған дәстүрді өткереді. Бұл жерде Антоний Мысыр, Сирия, Кипр һәм басқа аймақларды Клеопатра және оның перзентлеріне сый сипатында береді. Цезарион болса Цезардың низамлы баласы, Рим императоры ретінде дағаза етіледі. Бұл Римде үлкен машқалаларға алып келеді. Октавиан Антонийді сатқынлықта айыплайды һәм оған қарсы ұрыс дағаза етеді. Эрамызға шекемгі 31 жылда тарихтағы ең зәрурлі теңіз сауашларынан бірі Ахиум сауашы болып өтеді. Антоний һәм Клеопатраның флотасы Октавианның күшлі флотына қарсы шығады. Ұрыс давамында Клеопатра өз кемелері менен ұрыс майданынан шегінеді. Антоний оның ізіне түседі. Бұл харекет римліктер арасында қорқақлық ретінде қабыл етіледі. Жеңілуден кейін Антоний һәм Клеопатра Мысырға қайтады. Олар Искандарияда өз күшлерін қайта тікілеуге харекет етеді, бірақ Октавианның әскерлері оларға қарсы жүрісті басылайды. Рим флотасы һәм пияда әскерлері күшлі стратегиялық үстінлікпенен Искандарияға жақынласады. Мысырда ешқандай халықаралық жәрдем жоқ еді. Һәм Птоломейлер династиясы көп жылдық саяси күреслерден шаршаған, ішкі қарама-қарсылықтарға батқан еді. Клеопатра бұл байланысты саяси күш ретінде іслетеді. Антоний болса Мысырда өзінің әскери жүріслері үшін финанслық һәм стратегиялық жәрдем алады.
Бұл аухам тек ғана сияси, бәлкі жеке һәм сезімлік болып, олар арасында мұхаббат мәселелері байланысады. Олар бірге жасай баслайды. Олардың некесінен 3 перзент туылады. Антоний Римге қайтқаннан кейін сияси себеплерге байланысты Октавианның сіңлісі Октавияға үйленеді. Бұл болса Клеопатраны жерге ұру сияқты көрінеді. Соған қарамай, Антоний Клеопатраны тәрк етпейді. Ол тез арада тағы Мысырға қайтады һәм Римдегі сияси мәселелерден бүткілдей ажыралады. Эрамызға шекемгі 30 жылдың жазында Октавианның әскерлері Искандарияны иелейді. Марк Антоний болса, бұл хабарды естіп, Клеопатра қайтыс болды деген өтірік хабарға сенеді һәм семсерменен өзін жаралап, өз жанына қастетеді. Ол елі қайтыс болмастан дем алып отырған уақытында Клеопатраның алдына алып келінеді һәм оның қолында жан береді. Клеопатра болса Октавиан тарапынан тұтқынлыққа алынбайды. Римге алып кетіліп, жеңіс байрамында күлкіге қалып аяқ асты болуын қалемейді. Рим генераллары әдетте дұшпан патша ямаса Маликаны Римде көргезбе ретінде көрсеткен. Бұл болса Клеопатра үшін жерге ұру болған болар еді. Осының себебінен Клеопатра эрамызға шекемгі 30 жылдың август айында өз жанына қас етеді. Тарихи рауаятларға қарағанда ол өзіне жақын 2 қызметшісі менен бірге арнаулы таярланған зәһәрленген жыланды, әсіп ямаса кобраны алып келуді бұйырған. Жылан оны шаққанынан кейін Клеопатра әсте ақырын өмірден көз жұмған. Басқа бір деректерде болса, ол зәһәрленген ине ямаса ішімдік арқылы өмірден көз жұмған. Анық себеп белгісіз болса да, ұлыма пікір ол Римге тұтқын болудан бас тартқан. Клеопатраның өлімімен бірге Птоломейлер династиясы таусылады. Бұл династия Александр Македонский өлімінен кейін Мысырда құмранлық еткен грек македониялылар нәсілінен болып, дерлік 300 жыл дауамында Мысырды басқарған еді. Клеопатра Цезардан туылған баласы Цезарион қысқа уақыт ішінде өзін фараон деп дағаса етеді. Бірақ Октавиан бұл мирасқорды қауіп деп біледі. Себебі Цезарион Юлий Цезардың қанлы мирасқоры ретінде Римдегі үкімет үшін дауагерлік етуі мүмкін еді. Осының нәтижесінде Октавианның бұйрығы менен Цезарион өлтіріледі. Бұл Птоломейлер нәсілінің ақырғы қанлы жумағы болып табылады. Мысыр бұл хадиседен кейін Рим империясының уәлаятына айланады. Октавиан болса сол жылы Римге жеңімпаз ретінде қайтады һәм эрамызға шекемгі 27 жылда Август атағын алған жағдайда бірінші Рим императоры ретінде тән алынады. Осының менен Рим республикасы таусылады һәм империя дәуірі басланады. Клеопатра һәм Антоний өз тұрмысларын Рим сияси системасындағы ең күшлі өзгерістердің орайында жұмақлайды. Олардың мұхаббаты, күресі һәм бақытсыз өлімі 1000 жылдар дауамында тарих, әдебият һәм көркем өнерде ілхам дерегі болып қалмақта. Клеопатра һәм Марк Антонийдің жерленуі әйемгі тарихтың ең сырлы бетлерінен бірі болып табылады. Тарихи деректерге қарағанда олар Рим шабылуынан кейін өз жанларына қас еткен һәм қысқа уақыт ішінде ықтимал Клеопатраның ілтимасына қарай бір жерге жерленеді. Бұл хақында ең зарулы дерек әйемгі грек тарихшысы Плутарх болып табылады. Ол өз дөретпелерінде римліктер Клеопатра һәм Антонийге хүрмет көрсетіп, оларды бір жерге патшаларша қабірге көмгенін жазады. Бірақ жерленген орынның анық мәнзілі еш жерде айтылмаған. Көпшілік тарихшылар һәм археологлардың пікірлеріне қарағанда Клеопатраның қабірі әйемгі Александрия қаласында ямаса оның қасында жайласқан болуы мүмкін. Бірақ Александрия бірнеше мәрте күшлі жер сілкінулер һәм теңіз тасқынлары тәсірінде қалған. Нәтижеде әйемгі қаланың үлкен бөлігі әзірде орта жер теңізі астында қалған. Соңғы жылдарда ең көп ітібар тартатығын орын бұл Александриядан 45 километр ұзақлықта жайласқан Топосирис Магна деп аталатығын әйемгі Синухана қарабақаналар есапланады. Мысыр археологы Захи Хаввас басшылығындағы топар бұл жерде көплеген әйемгі қабірлер, хайкеллер, алтын теңгелер һәм Клеопатраның суретлері түсірілген артефактлар табады. Қазу жұмыстар дауамында олар бұл жер әйемгі Птоломейлер династиясына тиесілі болғанын және бұл жерде Клеопатраның қабірі болуы мүмкіндігін шамалайды. Бірақ әзірге шекем бұл жерде Клеопатраның аты анық жазылған мақбара ямаса рәсми қабір табылған емес. Сол себеплі әзіргі күнге шекем Клеопатраның қабірі табылмаған.
Бұл археология әлемінде ең ірі табылмалардан бірі болуы мүмкін. Әзірше ол тарихтың жоғалған сырларынан бірі болып қалмақта. Клеопатра айымғы Мысыр тарихының соңғы маликасы еді. Ол саяси даналық һәм өзіне тартатуын қасиетлері менен кем ұшырайтуын тарихи шақсылардан бірі болды. Клеопатра Мысырды Рим шабылуы қауіп салып атырған тыныш емес дәуірде басқарды. Тарих сахнасына шыққан Клеопатра өзінің қатаңлығы, ақыл зеректілігі һәм қаһармандығы менен алдын Цезардың, кейін болса Марк Антоний сияқты Римнің ең құдіретлі инсанларын өзіне қарата алған. Бірақ та бұл ауқымлар тек мұхаббат емес, бәлкі саяси тірі қалу стратегиясы еді. Құласы сондай гәплер. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай тарихтағы белгілі инсанлар хақында видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.